Қысқы Олимпиада ойындары осы жылдың 9 ақпанынан бастап 25 аралығында оңтүстік Кореяның Пхенчхан қаласында өтеді. Сәлем, біз бүгінгі видеода қысқы Олимпиада жайлы қызықты мәліметтерді ұсынатын боламыз. Ойындарға әлемнің 80-нен астам елінен 5000-нан аса спортшы және ресми тұлғалардың қатысуы жоспарланған. Спорттың 15 түрі бойынша 102 медаль жиынтығы сарапқа салынады. Қазақстандық 46 спортшы спорттың 9 түрі бойынша сынға түседі. Қазірде Қазақстан есеп бойынша 19 орында келе жатыр. Қазақстан қоржынында Юлия Галышева алған қола медаль бар. Алдағы уақытта отандастарымыз біраз медаль алатынына сенеміз. Қысқы Олимпиада ойындары Халықаралық Олимпиада комитетінің эгидасымен 4 жылда бір рет өтетін қысқы спорт түрлерінен орасан зор халықаралық жарыс. Ойындар 1924 жылы жазғы ойындарға қосымша ретінде өткізілген. Ақ Олимпиада тарихында алғаш рет 21 ғасырда дүниеге келген спортшы топ жарды. Пхенчхан Олимпиадасында бүгін тарихтың жаңа беті ашылды деп хабарлайды Проспорт KZ сайты. Қысқы Олимпиада ойындарында алғаш рет 21 ғасырда дүниеге келген спортшы алтын медаль алды. Анықтап айтар болсақ, ерлер арасында сноубординг спортының слоупстайл түрінен бақ сынаған ақш елінің спортшысы Редмонд Джерард жеңімпаз атанған болатын. Ал Джерард 2000 жылдың 29 маусымында дүниеге келген. Демек ол жаңа ғасырдың ұрпағы деген сөз. Осылайша 17 жастағы бозбала қысқы Олимпиада ойындарында топ жарған алғашқы 21 ғасырда туған спортшы болып отыр. Біздің каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Мына сұр қоңыраушаны бассаңыз, алдағы видеоларды жіберіп алмайсыздар. Қысқы Олимпиада ойындары тарихында Қазақстан үшін алғашқы медальді қостанайлық шаңғышы Иван Гаранин жеңіп алған болатын. Гаранин 1976 жылы Инсбрук қаласында өткен 12-ші Олимпиада ойындарында 2 қола медаль жеңіп алды. Ал 1988 жылы Калгариде өткен 15-ші Олимпиада жарыстарында шаңғышылар Владимир Саханов күміс, Владимир Смирнов қос күміс пен қола медаль алды. Ал 1994 жылы өткен 17-ші қысқы Олимпиадаға Қазақстан алғаш рет тәуелсіз мемлекет ретінде қатысып, қанжығасына 1 алтын, 2 күміс медаль салған болатын. Бұл 3 медальдің 3-еуінде шаңғышы Владимир Смирнов жеңіп алды. Осы жүлделердің арқасында еліміз жалпы командалық есепте 12-ші орынға орналасты. Міне сол уақыттан бері Қазақстан спортшылары қысқы Олимпиада ойындарынан бірде-бір рет алтын жүлде ала алмай келеді. 1998 жылы Жапонияның Нагано қаласында өткен 18-ші ойындарға тағы да шаңғышы Владимир Смирнов қатысып қола еншіледі. Сондай-ақ конькимен жүгіруші Людмила Прокашеваға да қола медаль бұйырды. Өкінішке қарай 2002 жылы ақш-тың Солт-Лейк-Сити қаласында өткен 19-ші және 2006 жылы Италияның Турин қаласындағы 20-ші ойындарда отандастарымыздың ешбірі жеңіс тұғырынан көріне алған жоқ. Ал 2010 жылы Канаданың Ванкувер қаласында жалау желбіреген 21-ші қысқы Олимпиада ойындарында қазақстандық биатлоншы Елена Хрусталева жекелей сында күміс медальді жеңіп алды. 2014 жылы Ресейдің Сочи қаласында өткен соңғы қысқы Олимпиадада мәнерлеп сырғанаушы Денис Тен қос бағдарлама бойынша 255-те 1 ұпай жинап Қазақстан қоржынына қола жүлдені салды. 1992 жылдан бастап есептесек, қысқы Олимпиада ойындарына Қазақстаннан барлығы 192 спортшы қатысқан екен. World of Warships ең мықты кемелер соғысы. Сен суда қаншалықты мықтысың? Егер де кеме капитаны болсаң, өз қарсыластарыңа қалай шабуылдайтын едің? Мықты болсаң, тіркел де дәлелде.